Астана. Қазақстанның жаңа астанасын құру елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы. Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылғы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Экспо 2017. Қазақстанның елордасы Астана қаласында халықаралық көрмелер бюросы ХКБ ұйымдастырған халықаралық көрме. Көрме 2017 жылдың 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында өткен. Ұйымдастырушылары таңдаған тақырып болашақ қуат. Экспо 2017 көрмесі 115 мемлекет және 22 халықаралық ұйым қатысты. Көрмені тамашалауға 3 миллион адам келді. Қаражат жұмсалғаны 565 миллиард теңге. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев елордада еліміздің бас мешітін ашты. Бұл нысан орталық Азиядағы ең ірі мешіт атанды және әлемдегі ең үлкен мешіттердің ондығына енді. Мешіттің салтанатты ашылуы 12 тамыз жұма күні, яғни құрылыс басталғаннан кейін 3 жылдан соң өтті. Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау барысында жаңа мешіттің ашылуы еліміздегі барша мұсылмандар үшін маңызды оқиға екенін айтты.